Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде БЖБ. Екінші БЖБ бір таңбалы санға көбейту және бөлу бөлімі бойынша. Бірінші нұсқаның есептерін шығарып көрейік. Мына жерде есепте дейді. Баған түрінде есептеміз. 132-ні 2-ге көбейтеміз. Екі жерде 2 4, 6, 2, 264 болады екен. Енді бізге тексер деген. Осы 264-ті 2-ге бөлеміз. 2-нің ішінде 1 рет бар. 6-ны түсіреміз. Оның ішінде 3 рет бар. 4-ті түсіреміз. 4-тің ішінде 2 рет бар. Сонда шықты. Енді мына жерде бөлу. 728-ді 4-ге бөлу керек. 7-нің ішінен іздейміз. 1 рет бар. Азайтсақ 3 қалады. 2-ні түсіреміз. Мына жерге 8-ден береміз. 8 жердегі 4 32. Азайтсам 0 қалады. Мына 8 түсіреміз. 8-дің ішінде 4 2 рет бар. Сонда мәні 182. Енді тексереміз. 182-ні 4-ге көбейту керек. 4 жердегі 2 8, 4 жердегі 8 32, 3 ойда, мына екеуі 4, ойдағымен 7. Сонда шықты. Мынаның мәні 182-ге тең екен. Екінші тапсырма, сандар берілген, оларды бөлінгіштік белгілеріне қарай топтарға бөліп жазамыз. Мына жерге 2-ге бөлінетін сандар. Енді бұл жерде мынандай мәселе туады. Егер 2-ге бөлінетін сан десе, оның ішіне 0, соңы 0 мен аяқталатын, 8 мен, 6 мен, 4 мен, 2 мен аяқталатын санның бәрін жаза берсек болады. А егер тек 2-ге ғана бөлінетін десе, онда 0 бар сандарды жазбаймыз. Енді біз алғашқысын қарастырып көрейік. 68 2-ге бөлінеді. 80 2-ге бөлінеді. 130, 134, 436 және 200. Бұған біз 0 мен аяқталатын сандарды кірістірдік. Енді 5-ге бөлінетін сандар бұның ішінде ол 0-ге бөліну керек. Және 0 болу керек соңы, және 5 болу керек. 35 деген сан бар, 80 бар, 130, 325, 200 деген сандар бар. Бұл жерде де 0-ге аяқталатын санды қосып жібердік. Енді 2-ге де, 5-ге де, 10-ға да бөлінетін сандар дейді. Ондай сандар бізде тек 0-мен аяқталатын сандар. Ол бізде 80, 130 және 200. Келесі тапсырмада қалдықпен бөлуді орында және тексер дейді. 975.818-ді 5-ге бөлеміз. 9-дың ішінен іздейміз. 1 рет бар. Азайтқанда 4 қалады. 7-ні түсіреміз. 47-ның ішінде 9 рет бар. 9 жердегі 5 45, 2 қалдық қалады. 5-ті түсіреміз. Оның ішінде 5 рет бар. 5 жердегі 5 25. 0 қалады. 8-ті түсіреміз. 8-дің ішінде 1 рет бар. 5-ге тең. 3 қалдық қалады. Мына жақта 1-ді түсіреміз. Сонда біз 6-дан береміз. 6 жердегі 5 30. 1 қалдық қалады. Соңғы 8 санын түсірейік. 18. 18-дің ішінде 5 3 рет бар. Көбейткенде 15 шығады. Азайтсақ 3 қалады. 3 қалдық. Тексерейік. Ол үшін мына екеуін көбейтіп, оған қалдықты қосу керек. 195.163-ті 5-ге көбейтеміз және оған 3 қалдықты қосамыз. Сонда қанша шығады екен? Ал көбейтіп көрейік. 3 жердегі 5 15. 1 ойда 30, ойдағымен 31. 3 ойда 5, ойдағымен 8. 5 жерде 5 25. 2 ойда 5 жерде 9 45, ойдағымен 47. 4 ойда 5 жерде 1 5, ойдағымен 9. Біздегі алғашқы сан шықты. 975.815. Оған біз қосамыз енді қалдықты. Қалдық бізде 3 еді. 8, 1, 8, 5, 7, 9. Мына санымыз шықты, алғашқы санымыз. Сонда тексергеніміз дұрыс екен.
Екінші нұсқасында да тура соған ұқсас тапсырмалар берілген. Соларды орындап көрейік. Так, 322-ні 3-ке көбейтеміз. 3 жердегі 2 6, 3 жердегі 2 6, мынау 9. Бізде 966 шықты. Енді тексеру үшін осыны 3-ке бөлеміз. 966-ны 3-ке бөлеміз. 9-ның ішінде 3 рет бар. 0 қалады, 6-ны түсіреміз. Оның ішінде 2 рет бар. 0 қалады, 6-ны түсіреміз. Оның ішінде 2 рет бар. Санымыз шықты. 648 8-ге бөл дейді. 6-ның ішінде 8 жоқ, сондықтан 64-дің ішінен іздейміз. Оның ішінде 8 рет бар. Өткен 8 жердегі 8-ім 64. Азайтсам 0 қалады. 8-ді түсіремін. 1 рет бар. Сонда мынау 81-ге тең екен. Енді көбейтеміз. Тексереміз. 81-ді 8-ге көбейтеміз. 8 жердегі 1-ім 8, мына екеуі 64. Санымыз шықты. Екінші тапсырмада 2-ке бөлінетін сандар. 76, 70, 140, 124, 448 және 500. Осының ішіне біз 0-ге аяқталатын сандарды да кірістіріп жібердік. Егер оларды жазбай, оны 10-ға бөлінетін сандарға жазатын болсаңыз, онда қате болмайды. А егер осылай толтырып жазсаңыз, барлығын бірге, ол да қатеге есептелмейді, ол да дұрыс болады. Енді 5-ке бөлінетін сандардың соңы 5-ке және 0-ге аяқталу керек. Ондай сандар бізде 65, 70, 140, 335 және 500 деген сандар бар. Енді 2-ге, 5-ке, 10-ға, үшеуіне де бөлінетін сандар, ол тек қана 0-ге аяқталған сандар. Ондай сандар бізде 70 деген сан бар, 140 деген сан бар және 500 деген сан бар. Осылай топтастырдық. Қалдықпен бөлуді орындаймыз. 875 818-ді 6-ға бөлу керек. 8-дің ішінен іздейміз, 1 рет бар. 2 қалады, 7-ні түсіреміз. 27-ның ішінде 4 рет бар. Өткен 4 жердегі 6-ым 24. Ең жақын саны осы. 3 қалады, 5-ті түсіреміз. 35-дің ішінде 5 рет бар. Екеуін көбейтсек 30-ға тең болады. 5 қалдық қалады азайтқанда. 8-ді түсірейік. 58-дің ішінде 9 рет бар. 56. Азайтамыз. 2 қалады. Жоқ, 9 жердегі 6-ым 54. Кешіріңіздер, 4 қалады. Сонда мына жерден 1 түсіреміз. 41-дің ішінде бізде 6 рет бар. 7 рет бар десе 42 болып асып кетеді. 36, 5 қалдық қалады. Ең соңғы 8 санын түсіреміз. 58. 58-дің ішінде тағы да 9 рет бар. Ол 54-ге тең. Бізде 4 қалдық қалды. Тексереміз. 145.969 6-ға көбейткенде 54. 4-ін жазам 5 ойда. 36, оған 5 қоссам 41, 4 ойда. Мына 54, оған 4 қоссам 48, тағы да 4 ойда. 30, 5 ойда болады. 30 ойдағымен 35. Мына екеуі 24 ойдағымен 27, 2 ойда. Мына жерде 6 ойдағымен 8. Оған 4 қалдықты қоссақ 8, 1, 8, 7, 5, 7, 8 санымыз шықты. Енді мына жаққа жазып қойайық. 145.969-ды көбейтемін 6-ға және қосамын 4 қалдықты. Сонда бізде 875.818 шықты. Номер 2-ші БЖБ-ны осымен аяқтадық. Сіздерде енді осындай немесе осыған ұқсас тапсырмалар келуі мүмкін. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Лайк басып қойыңыз және тіркеліңіз, достарыңызбен бөлісіңіз.